Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз американдық пончиктер, донаттар жасауды үйренеміз. Олар оңай әрі қарапайым ингредиенттерден жасалады. Ол үшін біз алдымен сұйық ингредиенттерді араластырамыз. Жылытылған сары май, маргариннен гөрі сары май болған дұрыс, сонда донаттар дәмдірек болып шығады. Жылытылған сүт, қатты ыстық емес, жай ғана жылы, және де майлылығы 3-2%-дан кем болмауы қажет. Бөлме температурасындағы жұмыртқа барлығын қосып, бір қалыпты күйге шейін араластырамыз. Осылай араластырдық. Содан соң құрғақ ашытқымызды қосамыз. Қантты және тұзды қосып, барлығын қайтадан араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде иілгіштен өткізу қажет. Ұнымызбен бірге ванилинді қосамын. Барлығын дұрыстап араластырып, қамырды илеймін. Қамырымыз осындай болып шықты. Қолға жабыспау қажет. Енді біз оны 1 сағатқа көтерілу үшін қалдырамыз. Ол үшін пленкамен және орамалмен қамырымызды жауып, жылы жерге, әдетте мен пештің ішіне 30-35 градус шамасында 1 сағатқа қалдырамын. Сонда ол тез көтеріледі. 2-3 есе көтерілу қажет. 1 сағат өтті, қамырымыз 2-3 есе көтерілді. Қамырды жаю үшін ұнды қоспаймыз. Ол үшін қолды және жаятын беттің үстін маймен майлаймын. Сонда қамырымыз қолға да, жайылатын бетке де жабыспайтын болады. Қамырды 1 см етіп жаямын. Енді донаттарды диаметрі 8-10 см-лік ыдыспен қалыптастырамын. Мен осындай кесемен қалыптастырып жатырмын. Сіз кез келген насадкамен немесе ыдыспен қалыптастыруға болады. Ішіндегі тесікті мен қарапайым крышкамен істеп жатырмын. Донаттар қайтадан көтерілу үшін оларды бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамын. Донаттарымыз көтерілді. Пісіре беруге болады. Майды біз қатты қыздырмаймыз. Егер май қатты қызып жатса, онда донаттар сырттай күйіп, іші піспей қалады. Отты орташа қоюға болады. Осындай ақ жолақша болу қажет, сонда донаттар дұрыс пісті деген сөз. Донаттарды салфетканың үстіне осылайша артық майды кетіру үшін саламын. Енді донаттарды безендіру үшін шоколадты ганаш дайындаймын. Ол үшін мен майлылығы 33% кілегейді ысытып, шоколадтың ішіне құямын. Осылайша шоколадты ерітемін. Егер шоколад ерімей жатса, оны микроволновкада бірнеше секундта жылытып ерітуге болады. Осындай ганаш шықты. Сливкиді көп құймаңыз. Осыдан кішкене қоюлау болу қажет. Шоколадтың үстін безендіру үшін мен ұсақтатылған жаңғақпен осындай кондитерлік посыпканы қолданамын. Сіз өз қалауыңызша ақ шоколадпен немесе ақ шоколадқа бояғыштарды қосып безендіруіңізге болады. Мен осылай донаттарды шоколадты ганаштың ішіне батырып безендіремін. Біздің ганаш қатып қалмай тұрып, үстіне бірден жаңғақтарды себемін. Біздің донаттарымыз дайын. Осындай үлпілдеген, жұмсақ, тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады.